Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында осындай ыдысқа іркіт пісіруді көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен шикі сүтті құямыз. Одан кейін осындай алдын ала үйітіп қойған айранды құямыз. Қолдың айраны 3 литр айран құямын. Бұрынғы кезде мал терісінен тігілген саба пайдаланған, қазір бізде жоқ болғандықтан осылай пісіп көрсететін боламын. Және осы піспекті пайдаланамын. Осы піспекпен пісетін боламын. Алдымен айран мен сүтті араластырып, аздап пісіп аламын. Осылай бетін қақпақпен жауып пісіп аламын аздап. Және достар, шикі қаймақты қосамыз міндетті түрде. Ол видеоға түспей қалды. Сол шикі қаймақтың арқасында май түсетін болады. Аздап піскен соң үстінен піскен ыстық сүтті құямыз жылыту үшін. Ең соңында бетін салафанмен жауып, шетін жіппен жақсылап байлаймыз. Жан жағына шашырап кетпес үшін, және піскен кезде 1-1,5 сағат пісеміз. Арасында ашып көруіңізге болады. Егер де өте жылы болып кетсе, май еріп тұрып алады, ал салқында болса беті көбіктеніп тұрады. Сондықтан осығанда мән беріңіз. Пісіп болдым, бетіне майы түсті. Қазір бетін ашып көрсетемін. Осындай ақ түсті болады. Қыс кезінде майдың түсі ақшыл болып келеді. Жаңағы 1-1,5 сағат піскен еңбегіміздің арқасында осылай май бетіне түсті. Және осындай майды алу үшін міндетті түрде шикі қаймақты қосуды ұмытып кетпеңіздер. Менде ол видеода түспей қалғандықтан айтып жатырмын. Және осындай майды түсіріп алу үшін ең маңыздысы сұйықтығыңыздың температурасы бір қалыпта болатын болса, осындай майды түсіріп аласыз. Мінекей бетіндегі піспекті алып тастаймын да майды қолмен осылай жинап аламыз бетінен. Міне бетіндегі майды толығымен алып тастадым. Астындағы сұйықтықты іркіт деп атайды. Іркіттің дәмі тәттілеу болып келеді. Және майды алдымен салқындатып аламыз. Сыртқа 4-5 сағатқа қоямыз, немесе холодильникке қойып қоюға болады. Іркітті қазір құйып көрсетемін. Және достар, бұл іркіттің дәмі қышқыл болмайды. Ағзаға өте пайдалы. Іркіттің өзін холодильникке сақтап қойып ішуіңізге болады, немесе қайнатып құрт жасауға болады. Мен өзім құрт жасайтын боламын. Іркітті осылай ыдысқа құйып қайнатамыз. Яғни әбден қоюланғанша қайнатамыз. Құрт мінекей қайнап жатыр. Осылай қоюланғанша қайнатамыз, және де пештің астына отты салып қайната береміз. Арасында осылай араластырып тұрамыз. Мінекей құртымыз осылай тартылады. Осылай арасында өйстіп асты жабыс қалмас үшін араластырып тұрамыз. Осындай қою болу қажет, және түсі қоңырқай болып келеді. Үйдегі үлкендеріміз осылай қайнап тұрған құртқа сары майды сапырып іше өте пайдалы дейді, іштегі суықты шығарады дейді. Өзімізде солай ішуге тырысамыз. Құртты арасында осылай тартылған кезде жиірек араластырыңыз. Асты күйіп кететін болса, күйік татып қалады. Құртымыз әбден тартылып қоюланды. Енді осы құртты ыстық қалпында қапқа сүземіз. Міндетті түрде ыстық қалпында сүзуіміз керек. Сол кезде жақсы сүзіледі, сары суы бөлінеді. Егер салқындаған соң сүзетін болсаңыз, дұрыс сүзілмей қалады. Құртты осылай құйып болған соң қапты алып, бетін байлаймыз да іліп қоямыз. Әлі де жақсылап сүзілуі керек. Бір түнге қойып қойсаңыз жеткілікті. Майымыз осылай қатты. Енді осы қатқан қалпында осындай болу қажет. Осындай болғаны дұрыс. Осылай қолымызбен мұжғылаймыз басында. Одан кейін ол жұмсарады аздап. Сол кезде іркіт бөлінеді. Майыңыз қатты болса, іркіт жақсы бөлінетін болады. Міне майды мұжғылаған сайын іркітіміз осылай бөлінеді. Қазір осы іркітті бөліп, бөлек ыдысқа құямыз.
Майдың құрамындағы іркіт азайғанша майда осылай бірнеше рет мыжғылап, сығып, іркіт азайғанша іркітті бөліп аламыз. Бағанадан осылай бөлінген іркіттің барлығын ыдысқа құйып аламын. Майдан іркітті бөліп алған соң, үстінен өте салқын суды құйып, бірнеше рет тазалап шайып аламыз. Қолымызбен осылай мыжғылап, құрамындағы іркітті де шайып аламыз. Іркіттің дәмі қалып қалмас үшін осылай жақсылап бірнеше рет майды тазалаймыз. Майды әбден шайып болған соң, үстінен тұзды қосып, майды тұздаймыз. Татымына қарай тұздаймыз. Мінекей майымыз дайын болды. Осындай май шықты. Майдың түсі ақшылдау болып келеді деп айтқанмын. Және де қаптағы құртты босатып аламыз. Менде 1 түн тұрды. Әбден сорығып болғаннан кейін осылай қаптан құртты алып бөліктерге бөлеміз. Құртты осылай жіппен кесеміз. Бұрынғы әжелеріміз осылай жіппен кескен. Осындай құртпен майды алу үшін көп еңбекті талап етеді. Көп уақытыңызды алады, бірақ соған сай қолдың айраны мен құртын жасап аласыз. Және ол өте пайдалы. Құртты осылай бөліктерге бөліп алған соң кептіріп аламын. Қайда кептіріп алады десеңіздер, пештің мойнына, пештің қасына қойып кептіріп аламын. Ал кептіріп алмай осылай жей берем десеңіз де болады. Ал жаз кезінде сыртқа далаға шығарып кептіреміз. Құртты жаз қалпында кептірмей жеймін десеңіз, құрт көп уақытқа тұрып қалса көгеріп кетеді. Құртты көгертіп алмас үшін морозильникке сақтап жеу керек. Жалпы осындай ақтамақтарды морозильникте сақтаған дұрыс, өйткені көп уақытқа тұрып қалса дәмі өзгереді, қызады, көгереді. Сол себепті морозильникте сақтаған дұрыс. Міне осылай үй жағдайында құрт, май алсаңыздар, жасап алсаңыздар болады. Осылай қолдың нанына, қолдың майын жағып жесеңіздер қандай дәмді, өте керемет болып шығады. Керемет, дәмді. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Осындай қолдың майын, құртын бағалап, маған үлпіл басып, комментария жазыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.